жаңаша оқу жетістік топтарында осы бір апта бойы бастаушылықтарда өзіміздің апталықтың жоспарын бастаймын. Бірінші, әдебиеттің оқу пәнінен ашық сабақ. Жылға жақсы тілек 4-ші сыныбы. Одан соң ертең қазақ тілінен біздің жобамыз 4-ші сыныпта болады. 15-інде қазақ тілінен ашық сабақ жұмбақпен жалғау 2-ші сыныпқа. 2-ші сыныпқа ашық сабақ 5 санын көбейту және бөлу кестесін құрастыру. 16-шы күні ашық сабақ математикадан қорытындылау 4-ші сыныпқа. 16-сына сауатташу негіздері. Көркемдік пайдасын жақсырудан үздік туынды байқауы ол да 17 күні. Және 17 күні 21-ші ғасыр көшбасшысы математикалық сайыстар болады. Осы бейсенбі күні қаласа бір тек қана оқушыларға болады. 18-інде оқу күштері жобасы бойынша батырлар жырынан үзінділер оқу 18 күні атышуларда болады. Сауат ашу негіздері ашық сабақ ертеңгілігінде саяхат мектеп алды даярлық тобы әсілінде 18 күн болады. 18 күн семинар сабағыда бастаушылар білім беруді оқу үдерісін ұйымдастырудың заманауи жаңа тәсілдері керек. Апталығымыздың қорытындылауында 3-ші сыныбы етістік туралы не білемін? Қазақ тілінен ашық сабақ береді. Өздеріңе берген тапсырма түсінікті ғой. Ол жетістігі сендерге байланысты. Ол шыққанды Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылға байланысты. Өлеңдердің шығармаларын әндерге оқисыздар. Сол 17 күні қол өнер шеберлері көрмесі болады. Осыған өз жұмыстарын өткізесіңдер. Одан соң